Vektorlar және скаларлар. Үшінші бейне. Бұл бейнеде векторларды қосу және азайту тәсілдерін қарастырамыз. Векторларды қосу. Үш бұрыш ережесі. А және Б векторлар берілген С векторды табу керек. С вектор осы екі вектордың қосындысына тең. Үш бұрыш ережесіне сәйкес, екінші Б вектордың басын бірінші А вектордың ұшымен түйісетіндей етіп, өз-өзіне параллель көшіреміз. Сонда бірінші вектордың басынан екінші вектордың ұшына қарай жүргізілген С вектор, сол екі А және Б векторлардың қосындысын береді. С тең А плюс Б. А және Б векторлар бағыттас болсын және бір-біріне коллинеар. А вектор, Б вектор. Үш бұрыш ережесін пайдаланамыз. А вектордың ұшына, Б вектордың басына келдік. А вектордың басын С вектордың ұшын қосатын вектор С. С вектордың модулі А вектордың және Б вектордың модульдерінің қосындысына тең. С вектор тең А плюс Б векторлық түрде осылай жазылады. Енді А және Б векторлар бір-біріне қарама-қарсы бағытталған болсын. Бірақ олар бір-біріне коллинеар. А вектор берілген, Б вектор берілген. Үш бұрыш ережесіне сүйеніп, А вектордың ұшына Б вектордың басын әкелеміз. А вектордың басын Б вектордың ұшын қосатын вектор С векторы. С векторды модулін ұзындығын табу үшін үлкен вектордың модулінен кіші вектордың модулін азайту керек. Бірақ векторлық түрде ол осылай жазылады. А және Б векторлары бір-біріне бұрыш жасап бағытталған болсын. А вектор, Б вектор. Үш бұрыш ережесін пайдаланамыз. А вектордың ұшына Б вектордың басын әкелдік. А вектордың басын Б вектордың ұшын қосатын вектор С. С вектор тең А вектор плюс Б вектор векторлық түрде, бірақ С вектордың модулін табу үшін ол С вектордың модулі есептің шартына байланысты. Бірнеше векторларды қосайық. 4 вектор берілсін. А вектор, Б вектор, С вектор, Д вектор. Осы 4 вектордың қосындысы F векторды табу керек. Үш бұрыш ережесін қолдану өте тиімді бұндай жағдайда. А вектордың ұшына Б вектордың басына келдік. Б вектордың ұшына С вектордың басын әкелдік. С вектордың ұшына Д вектордың басын, F вектор, А вектордың басын, Д вектордың ұшын қосатын вектор. Екінші әдіс параллелограмм әдісі. А және Б векторлары бір-біріне бұрыш жасап бағытталған. С векторды табу керек. А және Б векторларын қосу үшін осы векторлар іргеліс қабырғалы болатын параллелограмм салынады. А вектор, Б вектор. А вектор, Б вектор и параллелограмм салдық. Ортақ бастарынан шығатын диагональ осы екі вектордың қосындысы. Өздеріңізді тексеріңіз, видеоны тоқтатыңыз, тапсырманы орындаңыз, келесі слайдта жауабын тексересіз. Жауабы. Өзіңізді тексеріңіз. Жәшікке бір түзудің бойымен
бағытталған екі күш әсер етеді. F1 30 ньютон және F2 20 ньютон. Екеуі де онға бағытталған. Қорытқы күшті табу керек және оның бағытын көрсетіңіз. F1 күш, F2 күш берілген, бағыттары бір-біріне параллель. Үшбұрыш әдісін қолданамыз. Бірінші вектор ұшына, екінші вектордың басына келдік. Бірінші вектордың басын, екінші вектордың ұшын қосатын вектор ол. Осы екі вектордың қорытқы күші. F-тен F1 плюс F2 векторлық түрде. Енді F вектордың модулін табу үшін мынау екі күштің модульдерін қосу керек. Бағыттас векторлардың модульдері қосылады. Келесі есеп. Денеге екі күш әсер етеді. F1 50 ньютон онға және F2 30 ньютон солға. Қорытқы күшті табу керек и бағытын көрсету керек. F1 F2 екі күш берілген, қарама-қарсы бағытталған. Үшбұрыш ережесі бойынша бірінші күштің ұшына, екінші күштің басына келдік. Бірінші күштің басын, екінші күштің ұшын қосатын вектор қорытқы, осы екі күштің қорытқы векторы. Қорытқы векторы векторлық түрде міне осылай жазылады. Бірақ модулі қарама-қарсы бағытталған векторлардың модульдері осылады. Қарама-қарсы бағытталған векторлардың қорытқы күшінің модулі осылай табылады. F1 минус F2 модуль. Вектордың модулі, вектордың ұзындығы теріс бола алмайды. Сондықтан олардың айырымы модуль бойынша алынады. Қорытқы күштің бағыты үлкен вектордың бағытымен бірдей. Міне F күштің үлкен вектормен бағыттас. Массасы 2 килограмм денеге F1 12 ньютон онға және үйкеліс күші F2 4 ньютон солға әсер етеді. F1 тарту күші. Дененің үдеуін табыңдар және оның бағытын көрсетіңдер. Берілгені 2 килограмм, массасы 2 килограмм дене, 2 күш әсер етеді. F1 тарту күші 12 ньютон, F2 үйкеліс күші 4 ньютон. Үдеуді табу керек. Енді үдеудің бағыты онға қарай, үлкен күштің бағытымен бағыттас. Мынау денеге 4 күш әсер етеді. F1 тарту күші, F2 үйкеліс күш, mg ауырлық күш, n реакция күші. Ньютонның екінші заңы бойынша осы 4 күштің векторлық қосындысы ол қорытқы күш болады, тенәсерлі күш болады. Осы тенәсерлі қорытқы күш МА-ға тең болады. Осы қорытқы күш денеге үдеу береді. Енді мына жерден суреттен берілгендерге қараймыз, суретке қараймыз. N плюс mg 0-ге тең. Мынау екі күштің қорытқы күші 0-ге тең. Олар бір-бірін теңестіреді. Ауырлық күш пен реакция күші. Өйткені дене жоғары көтеріп бара жатқан жоқ, төмен түсіп бара жатқан жоқ. Енді мынау F1 мен F2 күштердің қорытқы күшін табамыз. F1 минус F2 қорытқы күш тең МА, Ньютон екінші заңы бойынша. Қорытқы күшті табу үшін мынау векторлық, Ньютон екінші заңындағы векторлық шамалардың
X өсіне проекцияларын табу керек. Проекцияларын тапсақ, F1 минус F2 тен МА болады. F күштің әсерінен дене қозғалады. F2 күш қозғалысқа кедергі жасайды. Осы екі күштің қорытқы күші F1 минус F2 денеге үдеу береді. Осыдан үдеуді табамыз. Үдеудің мәні 4 метр секунд квадрат болды. 10 ол не көрсетеді? Ол 10 мынау плюс 4 дегеніміз ол үдеу X өске бағыттас екенін білдіреді. Денеге екі күш әсер етеді. F1 6 ньютон шығысқа қарай, F2 8 ньютон солтүстікке қарай бағытталған. Күштердің қорытқысын график түрінде салындар және есептеп табындар. Оның шамасы мен бағыты қандай екенін анықтаңдар деп дейді. Екі күш F1, F2. Үшбұрыш әдісін пайдаланамыз. F1 күштің ұшына, F2 күштің басына келеміз. Бірінші күштің басын, екінші күштің ұшын қосатын вектор қорытқы күш. Параллелограмм әдісі бойынша F1 күш, F2 күш бастарын. Одан кейін параллелограмм. Бастарын біріктірдік, параллелограмм тұрғыздық, диагональ жүргіздік. F қорытқы күш. Екеуі бірдей. F күштің модулін табу үшін Пифагор теоремасын пайдаланамыз. 10 ньютон шықты. Келесі есеп. Денеге 3 күш әсер етеді. F1 5 ньютон горизонталь бағытта 10-ға қарай, F2 5 ньютон тік жоғары бағытта, F3 5 ньютон 225 бұрыш жасап бағытталған. Күштерді салыңыз және олардың қорытқы күшін графикалық түрде анықтаңыз. 3 күш берілген: F1, F2, F3. Олардың модульдері бірдей, 5 ньютон. F1 күш, тік, F2 күш, тік жоғары. Мынау 90 градус, мынау 180 градус, 45 градусты қосамыз, 225 градус. 225 градус. F1, F2 және F2 күштердің F1-2 қорытқы күшін табамыз. Қорытқы күш. Параллелограмм әдісі бойынша. F1-2 тен F1 плюс F2 векторлық түрде. F1-2, F1 және F2 екі күштің қорытқы күші. F1-2 күштің модулін диагональ арқылы табамыз. Пифагор теоремасы 7 ньютон. F1-2 күштің модулі F3 күштің модулінен үлкен. Үш бұрыш әдісі. F1 күш, F2 күш, F3 күш. Мынау қорытқы күші. Параллелограмм әдісі. F2, F1, F2 күштің тең әсерлі күші F1-2. Мына жерде үш бұрыш әдісін қолдандық. F3-ті, мынау F1-2-3 күштің қорытқы күші. F1-2-3 күштің модулі F1-2 күштен, модульден, мынау F1-2 күштің модулінен F3 күштің модулін азайтамыз. 2 ньютон.
Жазықтықта жатқан F1 3 ньютон және F2 5 ньютон. Екі векторлардың арасындағы бұрыш фиге тең. Олардың қосынды вектор қалай бағытталады және оның модулі неге тең? Фи бұрыштың мәндері бірінші жағдайда 60 градус, екінші жағдайда 120 градус. Суреттерін салыңдар. Осы есепті шығару үшін косинустар теоремасын пайдаланамыз. Және келтіру формулалар пайдаланамыз. Келтіру формулалары. Косинус өсі мынау. 0 градустың косинусы 1-ге тең. 90 градустың косинусы 0-ге тең. 180 градустың косинусы -1. Егер альфа бұрыш сүйір болса, ол бірінші ширекте болады, орналасады. Сүйір бұрыштардың косинусы 10. Мынаған тең ол 10. Так, егер бұрыш доғал болса, бетті бұрыш доғал, онда бетті бұрыш екінші ширекте орналасады да, оның косинусы міне теріс болады. Теріс болады. Бірінші ширекте, төртінші ширектегі, бірінші ширекте, төртінші ширектегі бұрыштардың косинусы 10, екінші, үшінші теріс. И мынау келтіру формулалары. Мынау 180 градус болса, онда косинус болып қалады. 90 градус 270 градус болғанда косинус синусқа айналады. И мынау минус дегеніміз ол доғал бұрыштар үшін олар екінші ширекте орналасады да, олардың косинустары теріс болғандықтан мына жерде минус пайда болады. Так, берілгені F1 3 ньютон, F2 5 ньютон. Фи бұрыш арасындағы фи бұрыш 60 градус. Қорытқы күшті табу керек. Бағытын мәнін F векторды. F1 вектор, F2 вектор арасындағы бұрыш фи. Қорытқы күш параллелограмм әдісі бойынша F. Мынау бұрыш альфа. Мынау бұрыш фи 60 градус, мынау бұрыш 60 градус. Онда екі бұрыштың қосындысы 240 градус. Параллелограмм болғандықтан бір-біріне тең қарама-қарсы бұрыштар. 240-ты 2-ге бөлгенде альфа бұрыш 120 градусқа тең болады. F косинус теоремасы арқылы F тең мынаған косинус 120 градус. 120 градус бұрышы екінші ширекте орналасқан. Келтіру формулаларына сәйкес, бірінші ширектен тыс жатқан бұрыштардың тригонометриялық функцияларының мәндері тиісті таңбалармен және сәйкес сүйір бұрыштардың функциялары арқылы өрнектеледі. Косинус 120 градусты біз косинус 180 минус 60 градус деп көрсетуге болады, немесе косинус 90 градус плюс 30 градус деп көрсетуге болады. И келтіру формулаларды пайдаланып, бұл 0,5-ке тең екінші ширекте жатады, сондықтан мына жерде минус пайда болады. Минус қойылған себебі косинус 120 градус 0-ден кіші. Осыдан 7 ньютонға тең екенін таптық. Екінші жағдайда F1 мен F2 күштерінің арасындағы бұрыш 120 градус. Онда альфа 60 градус. 120, 240.
360'dan 240'da alamız. 120'ni 2'ge bölemiz 60 gradus. Kosinus teoremaсын пайдаланамыз. 60 gradus buruşu birinci şerikte ornalaşkan, soндықтан kosinus 60 gradus nölden үлкен. Осыдан F 4,3 Newton екені шығады. Vektorlарды қосудың үшінші тәсілі олардың координаталық өстеріндегі проекциялары бойынша. Жазықтықта жатқан A және B векторлары төмендегідей проекциялармен берілген. AX 4 метр, AY 2 метр, BX -1 метр, BY -6 метр. Осы екі вектордың қосындысын суретте көрсетіңдер және модулін табыңдар. Міне A вектор 1, 2, 3, 4 метр. Мына жерде 2 метр. 4 метр, 2 метр. A вектор X өсіне бағыттас, Y өсіне бағыттас, өйткені екі проекциялары да 10. Біз векторлар берілсе, біз ол векторлардың проекцияларын таба аламыз. Керісінше, векторлардың проекциялары берілсе, онда біз векторларды тұрғыза аламыз. Так, B вектордың проекциялары -1 метр и -6 метр. B вектор X өсіне қарама-қарсы бағытталған, Y өсіне қарама-қарсы бағытталған. Міне, B вектор -1 и -6. -6. Мына жерде 1,5, мына жерде 4,5-да. Міне, -1, -6. Мына жерде 1,5, мына жерде -4,5. Так, С векторды таптық. Параллелограмм әдісі бойынша. Қараңыздар, қалай мен A векторды тұрғыздым, B векторды тұрғыздым. Одан кейін параллелограммды тұрғыздым и С векторды таптым. Енді С вектордың проекцияларын табыңыз. С вектордың проекциясын табу үшін вектордың ұшынан, вектордың басынан өске перпендикуляр түсіру керек. Міне, перпендикуляр. И С вектордың X проекциясын табу үшін ұшының проекциясынан басының проекциясын азайту керек. 4'тен 1'ді азайтамыз. С вектордан X проекциясы 3 метр. Y проекциясы мына жерде -2,5, мына жерде 1,5. -4 метр. Міне, 3 метр, -4 метр. Енді векторлардың координаты өстеріндегі проекцияларының қосындысын табайық дейміз. Міне, біз мынау AX плюс BX. AX плюс BX плюс 3 метр. AY плюс BY -4 метр. 3 метр, -4 метр. Мына мен салыстырсақ, бірдей. С вектордың модулі Sx квадрат плюс y квадрат 5 метр. Пифагор теоремасы. Векторлардың қосындысын олардың координата өстеріндегі проекцияларын қосу арқылы табуға болады. Бұл векторларды қосудың үшінші әдісі, яғни олардың проекциялары бойынша қосу әдісі. Алдымен әрбір вектордың өстердегі проекциялары табылады.
Содан кейін сәйкес проекциялар қосылады. Осы проекциялар арқылы қорытқы вектордың ұзындығы мен бағыты анықталады. Енді векторларды азайту. Бірінші тәсіл, екінші тәсіл. Екі тәсіл бар. А минус Б тен С. А вектор берілген, Б вектор берілген, С векторды табу керек. А минус Б тен С. Осыдан А тен болады Б плюс С. Азайтудың орнына қосуды пайдаланамыз. А вектор, Б вектор. А вектор, Б вектор, С вектор. Міне. А вектор тен Б вектор плюс С вектор. Б вектордың ұшына С вектордың басына келеміз. Б вектордың басын С вектордың ұшын қосатын вектор, ол А вектор мінекен. Так, екінші тәсіл. А минус Б тен С. Осыдан А плюс минус Б тен С. Бұл жерде де азайтудың орнына қосуды жасаймыз. А вектор, Б вектор. Мынау вектор минус Б. Мынау минус Б вектор дегеніміз Б векторге қарама қарсы бағытталған вектор. А векторге минус Б векторды қосамыз. А векторге минус Б векторды қостық. С векторды алдық. Мынау екеуі бір-біріне тең. Так, өйткені мынау векторлер бір-біріне тең. Өздеріңізді тексеріңіз. Екі әдіспен L тен Q минус P векторлардың айырымын табыңыз. Бірінші тәсіл. P плюс L тен L плюс P тен Q. Екінші тәсіл. L тен Q плюс минус P. Өзіңізді тексеріңіз. А вектор өзінің бағытын қарама қарсы бағытқа өзгертті. Мыналарды табыңыздар. Дельта А векторын, дельта А вектордың модулін и дельта А. Бұл есеп Савельевтің кітабынан алынған. Савельев сборник вопросов и задач по общей физике. Мынау жауаптары. Векторларды азайтудың үшінші әдісі. Олардың координаты өстеріндегі проекциялары бойынша. Жазықтықта жатқан А мен Б векторлары төмендегідей проекциялармен берілген. АХ минус 1 метр, АY минус 6 метр, BX 2 метр, BY минус 5 метр. Осы екі вектордың айырымын суретте көрсетіңдер және модулін табыңдар. АХ минус 1 метр, AY минус 2 метр. Екеуде X өскеде, Y өскеде, міне, екі проекциялары да теріс, вектор X өскеде, Y өскеде қарама қарсы бағытталған минус 1, значит, А минус 1 и минус 2. Так, Б плюс 2 метр, минус 5 метр. X өсіне бағыттас, Y өсіне қарама қарсы 2 метр и минус 5 метр. Б плюс 2 метр, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 метр. Екі вектордың айырымын мынау әдіс бойынша табамыз. А минус Б тен С. Осыдан А тен Б плюс С. Б, Б-ға С-ны қостық, мынау С вектор, и А векторды алдық. Бірінші вектордың ұшына, екінші вектордың басына келдік. Бірінші вектордың басын, екінші вектордың ұшын қосатын вектор А.
Енді С вектордың проекцияларын табамыз. С вектор X өсіне қарама-қарсы бағытталған, а Y өсіне бағыттас. С вектордың X проекциясы теріс, Y проекциясы 10 болу керек. Так, С X проекциясын табу үшін, мына -2-ден -1-ді аламыз. -3 метр. С Y проекциясын табу үшін, мынау 0-ден -3-ті аламыз, азайтамыз. +3 метр. Енді координата өстеріндегі проекцияларының айырмасын табайық. Векторлардың координата өстеріндегі проекцияларының айырмасын табайық. AX минус BX -1 -2 -3 метр. Мынаған сәйкес. AY минус BY, AY минус BY, AY минус 2-ден BY минус 5. Значит, минус 2-ден -5 алсақ, +3 болады. 3 болады С Y-тің, С вектордың модулі 4,2 метр. Векторлардың айырмасын олардың координата өстеріндегі проекцияларын азайту арқылы табуға болады. Бұл векторларды азайтудың үшінші әдісі, яғни олардың проекциялары бойынша азайту әдісі. Алдымен әрбір вектордың өстердегі проекциялары табылады, содан кейін сәйкес проекциялар азайтылады. Осы проекциялар арқылы қорытқы вектордың ұзындығы мен бағытты анықтауға болады. Осымен біттік. Назарларыңызға рахмет.